сәлеметсіздер ме? Компьютер арқылы WhatsApp-қа кіру үшін ең бірінші Google-ге веб WhatsApp деп жазасыз. Сонда WhatsApp веб деп шығады. Басасыз, загрузка болады, күтесіз. Содан кейін бастапқы беті осылайынан шығады. Яғни WhatsApp-ты компьютер арқылы қолданыңыз. Ең бірінші WhatsApp-қа кіріңіз өзіңіздің телефоныңыздан. Содан кейін меню деген жерден настройка. Көбінде настройка бөлек тұрады. Настройка дегенге кіресіз. Сосын үстіңгі бетінде штрих-кодтың суреті тұрады. Соны басасыз. Привязка устройства дегенді басып, осы шыққан QR-кодты сканировать етіп, содан кейін загрузканы күтесіз. Мысалы, мен қазір телефонымды ашып, WhatsApp-қа кіріп, настройкаға өтіп, сол настройка деген жерде, мінекей, бастапқы жерде осылайынан үстіңгі бетінде, яғни суретіңіз тұрады. Содан кейін атыңыз, бер жақ бетінде QR-код. Соны скрин етіп шығарамын. Мінекей, барлық менің сообщенияларым, және жазған, маған келген хаттар тұр. Осылайынан өзіңіздің WhatsApp-ыңызға кіресіздер. Егер ақпарат пайдалы болса, лайк басып, коммент жазып өтіңіздер. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.